Ал қайырлы таң, құрметті серіктестер. Содан кейін балам. Қайырлы таң, менің есімім Ырыскүл Бейсенбекқызы, Алматы қаласында тұрам. Осы Uniforce компаниясының мен де сіздер сияқты әріптесімін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тізім және шақыру деп аталады. Тізім және шақыру дегенде көп адамдар онша мән бермейді осы тақырыпқа. Негізі ең маңызды тақырыптардың бірі, себебі именно біздің жұмысымыз осыдан басталады. Жалпы кәнігі сетевик болудың, мына шеберлікті шыңдаудың 6 дағдысы бар. 6 дағдысы жақсылап жазып алыңыздар. Ол 6 дағдының ең біріншісі осы дұрыс тізім құру, содан кейін дұрыс шақыруды үйрену, одан кейін промоушн жасауды үйрену, одан кейін жаңағы дұрыс кездесу жасай білу, одан кейін сол кездесуге екінші рет ұйымдастыру. Содан кейін ең соңында жаңағы возражение, қарсы пікірмен жұмыс істейді. Міне осы 6 дағды егер сізде осы шыңдасаңыз, осы 6 дағдыңызды, яғни сіз кәнігі сетевик болып шыға келесіз. Былай қарасаңыз, осы 6-ның ішінде бәрімізде басым көпшілігімізде осы 6-ның 4-5 ақсап жатады. Енді сіз тізім құрып бастаған кезде, тура мына дәл мен сияқты осындай список болса тіпті жақсы сіздерде. Кірген адамдар микрофоны өшіріп отырса жақсы болатын еді. Мына список қарап алыңыздар. Бірінші бағандағы ол список номері. Сіздердің тізімдеріңіз кем дегенде 100 адамға толу керек. Одан кейін аты жөні, сосын телефоны, адресі керек. Сосын туылған күні керек. Сосын бірінші кездесудің күні, нәтиже, екінші кездесудің күні, нәтиже, ескерту. Міне тура осы сияқты. Қазір мен өзім көрсетейін деп сіздерге. Мынандай кәдімгі тізім дәптер болу керек арнайы. Көп адамдар негізі, мына қараңыздаршы, даже той жасаған кезде де сіздер тізім жасаймыз ғой отдельно. Ой, телефонымда бар, телефоным арқылы звондап шақыра салам демейсіздер. Отырып алып, кәдімгідей сорттап тізім жасаймыз. Ол тізіміміз 400-500-ден асып кетсе, бізге қысқарту керек болса, тағы да қарайсыздар да, ішіне ең жақын адамдарына кісі, кейін мынаны келесі тойға шақырам деген сияқты іріктеп сорттаймыз ғой. Дәл сол сияқты сіздерде де бизнес жасау үшін, ол бизнес деген жай шаруа емес, біз миллион табуға келгеннен кейін бұл тізім жасаудан бастау керекпіз негізгі бірінші дағдыны. Сол кезде мына тізімге арналған арнайы кітапша. Міне жаңағы мен мына слайдта көрсетіп тұрған сияқты тура осылай сызып аламын. Содан кейін сол жерден бастайсыздар. Ал енді бұл тізімге сіздер кімдерді жазып бастайсыздар? Тізімге жазатын кезде бірінші міндетті түрде туысқандардан бастаймыз. Туысқандар, сосын мына жаққа қарап алыңыздар, таныстардың таныстары, көршілеріңіз, жаңағы оқуда бірге оқыған группаластар, жұмыста бірге істеген әріптестер, содан кейін жаңағы демалысқа барғанда танысып қалған кісілер, саяхатқа барғанда танысқан кісілер, әртүрлі мерекелерде кездескенде танысқан кісілер, содан кейін постоянно бір жерге шаш қидыруға барамыз, бір жерге тырнақ жасатуға барамыз, бір жерден бір бутиктен үнемі киім аламыз деген сияқты, сосын бір магазиннен постоянно үйге жаңағы өнім аламыз, продукт аламыз, жейтін тамақ аламыз деген сияқты, сол адамдардың бәрін тізіп, осы тізімге толтырып жазамыз. Содан кейін барып қарай сіздер интернет арқылы танысқан адамдар, сосын холодный контакты дейміз, бейтаныс адамдар, танысып қалған адамдарды апарып ең соңына тізіп жазасыздар. Мен ең алғаш осы желілі маркетингтің есігін ашқан кезде, бірінші кезде, негізі осы тізіміңді жазып кел деп жіберген кезде, мен жазған адамның саны 12-ақ болған. Себебі біз ойлаймыз, таныстар, біз араласып жақын сөйлесетін болсақ қана тізімге жазу керек екенбіз. Ол адамдармен 1 жылдың көлемінде, 5 жылдың көлемінде араласпасақ, тізімге қоспаймыз деп ойлаймыз. Мен солай ойладым. Бірақ та бұл тізімге негізі сіз араласыңыз, араласпаңыз, әйтеуір аты жөнін білсеңіз де, себебі жай ғана телефонын білсеңіз де, міндетті түрде сіз ол тізімге түсіріп қойыңыз керек. Себебі тізімге түскен адам белгілі бір күштің әсерімен, мысалы сіздер болады, бір адамды ойлап отырсаңыздар, сол адаммен міндетті түрде сөйлесіп қаласыздар, немесе кездесіп қаласыздар. Сол сияқты сіздің тізіміңізге түскен адаммен сіз міндетті түрде кездесесіз, даже
тіпті 10 жыл бойы 5 жыл бойы кездеспесеңіз де сөйлеспесеңіз де міне осындай кереметтер болып жатады, ол нақты дәлелденген. Енді бұл тізімдеріңіз бара-бара ол 3 топқа бөлінеді. Біреусі ол сізбен бірге бизнес жасайтын адам, біреусі ол тек қана жаңағы сіздің өніміңізді алатын ғана потребитель дейміз, тұтынушы болып қалады. Біреусі мүлдем қарсы, ол келмейді бизнеске, сөйтіп кейіннен біртіндеп ол 3-ке бөлінеді. Егер сізге адамдардың бәрі жоқ деген кезде біз деген көбінше осы неге шақырудан қорқамыз, себебі біз жоқ дегенді естуден қорқамыз, Ол адам жоқ деп айтып қалса, бітті, сол күні сол адаммен бірге біздің бизнесіміз тоқтап қалатын сияқты қорқамыз. Мен байқаймын, көп адамдар осы именно адамды шақырудан қашады. Адамды шақырудан қашатын болсаңыз, онда сіздің бизнесіңіз ұзаққа бармайды. Себебі, мысалы, кез келген, мен всегда айтамын, мысалы, мұғалім 40 жыл жұмысы, мұғалімнің 40 жыл жұмысы не? Сабақ беру. Дәрігердің 40 жыл жұмысы не? Емдеу адамдарды, Сол сияқты біздің сетевиктердің жұмысымыз не? Біздің жұмысымыз тек қана шақыру, тізім құру және шақырудан тұрады. Сондықтан да сіздер шақырудан қорықпаңыздар. Ол шақырып біртіндеп жоқты көбірек естіген сайын сіз өзіңіздің жаңағы шеберлігіңізді шыңдай бересіз, Сол арқылы сіз кәнігі сетевик болып шығасыз. Кәнігі сетевик деген профессионал деген сөз. Кім көп ақша табады? Профессионал сетевик көп ақша табады, Қай салада болмасын, кім көп ақша табады? Тек қана жаңағы кәнігі профессионалдар көп ақша табады. Ол біздің шеберлігімізді шыңдау үшін керек. Негізі адамдар неге жоқ деп айтады? Сіздер звондаған кезде, потому что олар білмейді, сіздің не айтайын деп жатқаныңызды білмейді. Басталып просто мүмкін сырттан естіп алды, сіздің сетке келгеніңізді, жаңағы маған бір нәрсесін пихать етеді, тығады, сатады деп қорқады. Сондықтан да бірден сізге отказ беруі мүмкін, Немесе ол адам сол сәтте жаңағы алдамшы дейді ғой, сол сәтте ол адамда бәрі керемет сияқты болып тұр, жұмысы керемет сияқты, ақшасы жететін сияқты болып тұр, Біз мысалы бір адамға бір рет звондаймыз да, екінші рет ол сол кезде жоқ деген кезде, екінші рет мүлдем звондамай қоямыз. А сіз білмейсіз ғой, ол адам дәл сол кезде оған керек емес сияқты болып тұрған шығар. Сол кезде оған бәрі керемет сияқты болып тұрған шығар. Сол кезде оған ақша жететін сияқты болып тұрған шығар. Сол кезде оның жұмысы керемет болып тұрған шығар. Бірақ біраз күн өткеннен кейін, біраз жылдар өткеннен кейін бәлкім бәрі өзгеріп кеткен шығар. Мүмкін ол сіздің екінші звоногыңызды күтіп жүрген шығар. Мүмкін ол сізге звондауға өзі ұялып жүрген шығар. Сол үшін де мен қазір айтамын, қай кезде қанша рет звондауға болады. Міне қараңыздаршы, мынандай статистика бар. Бұның бәрі дәлелденген. Егер сол адамдардың жаңағы сіз 4 рет звондағаннан кейін барып сол сіздің списогыңыздағы тізіміңіздегі адамдардың 20% сізге дейді екен. Бірінші рет звондаған кезде 90% жоқ деуі мүмкін, Бірақ сіз қайталап звондай берген кезде олардың 4 рет звондағаныңызда олардың 20% деп уже келіседі екен. Ал енді сіз 8 рет звондаған кезде олардың уже 50% сіздің тізіміңіздегі адамдардың 50% сізге дейді екен, Ал енді сіздер 12 рет звондаған кезде олардың 70% сіздерге дейді екен. А енді 18 ретке дейін звондаған кезде сіздің тізіміңіздегі адамдардың 90% сіздің бизнесіңізге келеді екен. Тек қана 10% ешқашан сізге деп айтпайды, келмейді екен. Міне көрдіңіздер ма? Біз адамдарға бір рет қана звондаймыз да, ол жоқ деп айтты деп екінші рет мүлдем звондамай қоямыз, Бірақ осы статистиканы қарап алып, ол адамға күнде звондап мезі қылуға тағы болмайды, Оның реті бар, оның реті мынандай. 2-2-2 деп аталады, Яғни ол қалай? 2 рет, сіз бірінші күніне 2 рет звондайсыз. Ол қалай? Сіз қазір мына звондаған кезде сіздің қасыңызда бірге ежедневник болу керек, Бүгін звондадыңыз, звондағаннан кейін сіз сол мына жерде келіскен адамдарыңызды жазып қойдыңыз ғой. Мысалы, сол звондаған 30 звондардың ішінен бір 10-ы келем деп айтты, Оны келем деген соң таңертең тұрған кезде сіз 10 адамға қайтадан звондайсыз. Қайтадан звондағанда тағы бір 5-6-ы керек емес, келмейтін болдым, анау шықты, мынау шықты, жұмысым шығып қалды дейді да. Одан кейін 4-5 келем дейді, міне сіз күніне 2 рет звондап белгіледіңіз. Сол 4-5 келді, енді қалған 26-сы келген жоқ қой сіздің 30 звондауыңыздан. Енді 26-сына аптасына 2 рет тағы да звондайсыз. Ол аптасына 2 реттен тағы 1-2 келеді, қалған келген жоқ, Одан кейін оған айына 2 рет звондайсыз. Одан кейін
бір жылына 2 звондайсыз. Яғни ол сол звондаған адамдарға бір 6 ай салып қайтадан звондайсыз. Миың мынандай құбылысы кеткен адамдардың миы 6 ай сайын ойлау несі өзгеріп отырады. Мысалы осы 6 айдың ішінде өздеріңіз микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздаршы кіргеннен кейін, осы 6 айдың ішінде сізге ол адам мүлдем сетевой керек емес сияқты көрінгенмен, келесі 6 ай өткеннен кейін мидың ойлауы өзгере бастайды да, келесі 6 айдан кейін мүмкін олдың көзқарасы өзгереді сетевойға, ол бизнеске көзқарасы өзгереді. Сол үшін де ол адам міндетті түрде 6 айдан кейін тағы да звондау керек екен. Енді ключ к успеху дейді, табысқа жетудің кілті ол 30 звонок. Мысалы, бізде қандай күшті мероприятиялар болып жатыр күнделікті, немесе суббота сайын болуы мүмкін, сенбі сайын офисте болуы мүмкін, сол кезде міндетті түрде сіздер пятница күні бір күн бұрын 30 звонок жасау керексіздер. 30 звоноктан ол 20-сы отказ жасайды, келе алмаймын дейді, әртүрлі сылтаулар айтады, керек емес деп айтады, бірақ оны жарайды деп айтады. Сосын таңертең, сенбі күні таңертең тұрғаныңызда сіз сол деп айтқан оны тағы да звондап шығасыз. Ол кезде және тағы шығады, жұмысым шығып қалды, бір осындай болып қалды деп әртүрлі сылтаулар айтып, тағы 5-6 отказ жасайды да, бір 3-4 деп келіседі, сол 3-4 ғана келеді да, сол келген 3-4-дің ішінен біреу міндетті түрде подписка жасайды. Енді мен көп адамдарды, мысалы, офисқа барғанда қанша бақылаймын, адамдардың енді звонок жасамайды көп, ары кетсе 1-2 звонок жасайды да, 1-2 звоноктан ешкім келмеді деп ренжіп отырады. Кешіріңіздер, 1-2 өзіңіз статистикаға қарап көріңізші, 2-3 звоноктан әрине ешкім келмейді. Сізге ең кемін дегенде сіздің осы өтіп жатқан презентацияға хотя бір адам келсін десеңіз, сіз міндетті түрде 30 звонок жасау керексіз. Бұның бәрін сіздер жазып отырыңыздар, Сол 30 звоногыңыздан міндетті түрде бір подписка шығады. Енді осыны есептеп жасайтын болсаңыздар, яғни сіздер міндетті түрде тез үлкен табысқа шыға аласыздар. Енді тізімдеріңіз таусылып қалған жағдайда қайтеміз, Мысалы, тізіміміз таусылып қалған жағдайда холодный контакт жасаймыз. Бейтаныс адаммен танысу. Негізі үлкен ақша әкелетін жағдайдың барлығы себебі адамдар коммуникабельный дейді, мысалы, тіл табыса білуге үйрену керек екен. Мысалы, мен де осы бизнеске келгенше мүлдем сөйлемейтін адам болғам, Өзім көп сөйлеуді жақтырмаймын, көп сөйлесем шаршай қалам, сонан кейін көп сөйлей алмаймын, ұялшақтығым бар. Сондықтан да бұл бизнеске келгенде менің түсінгенім, адамдар бәрібір сөйлеуді және тіл табысуды үйрену керек екен. Сол үшін де мына бейтаныс адамдармен мен мүлдем танысып сөйлесу мен үшін өте жат болатын. Бірақ та дегенмен мен оның кетпеген сенгеннен кейін, мен көп тапқым келгеннен кейін, бұны үйренуіме тура келді. Сол сияқты бәріңізде, егер көп ақша тапқыларыңыз келсе, бейтаныс адамдармен танысуды үйрену керексіздер, Холодный контакты дегеннің өзі 2 түрі бар. Бірінші түрі, мысалы, қолыңызға почерк алып шығасыз да, көшеге шығып, прямо жаңа тоқтатып алып 2 минут уақыт бөліңіз, осындай компанияны естідіңіз ба, Uniforce деген компания, бізде осындай өнімдер бар деп айта бастау, Бұл енді қатты нәтиже бермейді, бірақ адамдар өзінің жаңа шеберлігін шыңдау үшін бұны жасау керек. Жаңадан келген кезде бизнеске, Содан кейін бұны жалғыз емес, бірнеше адам шығып жасаған жақсы, мысалы, команда болып, топ болып, әртүрлі жаңағы супермаркеттерге барып, парктерге барып, демалыс орындарына шығып жасаған адамдардың өзінің шеберлігін шыңдауға көмектеседі. Екінші холодный контакттың түрі, біз күнделікті біз жаңағы Жапан далада жалғыз өзіміз жүрген жоқпыз ғой. Сол үшін де күнделікті таңертең жұмысқа барған кезде автобуспен барасыз, бір адаммен танысасыз, қайтқан кезде автобуспен келесіз, бір адаммен танысасыз, магазинге барып жаңа тауар алып тұрсыз, үйге жейтін тамақ алып тұрсыз, бір адаммен танысасыз, аптекаға барып дәрі алып жатсыз, бір адаммен танысасыз деген сияқты жүрген жеріңізде, кез келген жүрген жеріңізде бір адаммен танысуды әдетке айналдыру керек. Кем дегенде күніне 2-3 адаммен таныстыңыз, Бұлай танысқан кезде сіз өзіңіздің компанияңызды тыққыламаңыз ол адамға, компанияда істейтініңізді айтпаңыз ол адамға, жай ғана бір ортақ белгі тауып, мысалы, мұғалімге ұқсайды екенсіз, мен де мұғалім едім деген сияқты, немесе жаңа комплимент айту арқылы, қандай сырт келбетіңіз, қандай керемет шырайлысыз деген сияқты әртүрлі сөздер тауып. Ол сөздерді таба алмайсыз, интернет қазір деген доступный, жаңағы гулять ете дейміз ғой, Google-да айтамыз, қарап аласыздар, қандай сөздер айтуға болады, қандай комплименттер айтуға болады. Адам өзінің шеберлігін шыңдау үшін іздену керек, соның бәрін қарап аласыздар да, ол адамға сөйтіп комплимент айтып, танысып, араласып тұрайық, сіз маған
қалдыңыз, телефоныңызды қалдырасыз ба деп телефон алып қалуға тырысу керек. Мысалы, холодный контакты жасағанда, егер сіз ол адамға брошюрка берген болсаңыз, сіз холодный контакты жасаған жоқсыз. Брошюрка беріп тұрып, обратно өзіңізге керісінше оның телефонын алмасаңыз, сіз холодный контакты жасаған жоқсыз. Ол сізге холодный контакт жасап кетті. Себебі ол сіздің телефон нөміріңізді алып кетті. Звондау, звондамауы екі талай. Сондықтан да міндетті түрде холодный контакты жасау деген сөз, холодный контакты ол телефон алмасу. Біз көбінше холодный контакт жасағанда бас салып ол адамға езіп, сол тұрған жерінде презентация өткіземіз. Сіз компанияңыздың атын айттыңыз ба, сіз өнімді айттыңыз ба, сіз хоть бизнес туралы бір нәрсе айттыңыз ба, сіз яғни тұрған жеріңізде бизнес жасап, презентация жасап тұрсыз. Ол жасап тұрғаныңыз сіздің бизнеске деген отношениеңізді көрсетеді. Сондықтан көшеде тұрып алып, мейлінше олай презентация жасамаңыздар. Сіз бизнесіңізді сыйласаңыз, презентацияны жаңағы либо офиста, либо бір жерге отырып, кафеге отырып, бір чайник қана чай заказ беріп, сол жерде отырып жасауға тырысыңыз. Мақтап, естеріңізге сақтап алыңыздар, холодный контакты жасау деген сөз тек қана телефон алмасу. Енді мен бір оқиға айтып берейін, холодный контактыны мен қалай үйрендім. Мен енді өте жақсы тыңдаушы болдым, мен спонсорымды өте жақсы тыңдадым. Ол маған айтатын: қалтаңа 10 фасоль салып ал, күніне 10 холодный контакты жаса. Енді мен айттым ғой, менде 12 адам тізімде болды, 12 адам жазып барып едім, арқамнан қақты: ой, молодец, сенің тізімде керемет адамдарың көп екен, жетеді, жақсы. Енді жарайды, күнделікті холодный контакты жасап үйрендік. Сосын 10 қалтама 10 фасоль салып алам, жаңа автобуспен келгенше 10 адамға холодный жасау керекпін. Ол кезде енді 10 адамға холодный жасау үшін, конечно, міндетті түрде жаңа брошюрка беру керек, брошюрка да бере алмаймын, ұялшақ болғаннан кейін ол бірінші айтты: просто сөйтіп телефон алмасаң да сөйтіп үйрен деді. Сөйтіп үйреніп жүрдім 10 адамдармен. Содан кейін уже келесі этап қойдым. Енді комплимент айт дейді ол адамдарға. Сосын бір Алматыда тұрам, Алматыда жаңағы бұрынғы ВДНХ дейді, Жұбанова Маричка жақта әйтеуір. Правда, Маричка жақта. Сол жақта келе жатырмын, қарама қарсы бір әйел келе жатыр да маған. Анау енді керемет бір розовый көйлек киген, қызыл көйлек киген. Алыстан көзге түсіп, она келе жатыр. Соған холодный контактаға жаңағы жүрегімді ауаламай тұр ғой. Сосын комплимент айтуға жүрегімді ауаламай жатыр. Сонда жаңағы лишь бы мен бетіме қарамас екен деп ұялып тұрмын ғой. Менің қасыма келіп, уже мен беті қарамайтындай, тура менің тұспа-тұс қатарынан өтіп бара жатқан кезде артынан айтып жатырмын: мә, көйлегіңіз қандай керемет деп айтып жатырмын да. Міне сөйтіп біз үйренгенбіз. Сосын бір холодный контакты жасап жүрген кезде мынандай бір қызық оқиға болды. Розыбакиева көшесімен жоғары көтеріліп келе жатырмын, бір қараңғы, бір жарық, жаңағы бейуақ уақыты дейді ғой. Сосын алдымнан бір ер кісі келе жатыр. Енді ол кезде уже мен холодный контактын жасап үйреніп қалғам, қолымда брошюрка бар. Әр холодный контакт жасаған кезде әртүрлі сөздер айтатынмын. Сол күні мен былай деп шештім да, мен бүгін холодный контакт жасаған кезде бүйтіп айтам: можно вас, вы не хотите заниматься бизнесом деп айтам деп келе жатырмын. Сосын жаңағы адамға жақындадым, уже ер адамға. Сосын ер адамға айтам: можно вас на минуту деймін да, вы не хотите заниматься деп айттым да. И сосын тілімнің ар жағында жаңағы сексом деген сөз келіп қалды. Не хотите заниматься бизнесом емес. И тілімді тістеп қалдым да, не хотите заниматься дедім да, тұрып қалдым. Сосын чего деп сөйтті ол. Сосын ничего деп өзім арғай қаша жөнелдім. Міне өстіп ең алғашқы жаңа холодный контакты жасауды мен осылай үйренгенмін. Сондықтан егер сіздердің тізімдеріңізде звондап, уже қанша жылдан бері сетпен айналысқан адамдар, мысалы звондап, адамдар тізімін былғап алады, уже ол адам сіздің бірнеше компания ауыстырғаннан кейін сізді ой қойшы, не серьезный қабылдайды, бизнесіңізге келмей қояды. Сол кезде сіз аласыз да, осындай сырттан бейтаныс адам, негізі бейтаныс адам сіздің өткен өміріңізді білмейді, сіздің 100 компанияға кіріп шыққаныңызды білмейді, сіздің қандай жетістікке жеткеніңізді білмейді. Ол сіздің тура сол кездегі күйіңізді қабылдайды. Сіз настрой жасап, таңертең настроениеңізді реттеп алып, көңіл күйіңізді реттеп, барлығын жаңа жақсылап программаны қойып алып, сол күні холодный жасап бастайтын болсаңыз, яғни сіз жаңа тізіммен жаңадан бизнесіңізге, керемет күшті бизнеске адамдарды шақыра аласыз. Бұл тізім толтырудың бірі. Енді қалай біз бизнеске адамды шақырамыз? Телефон. Біз көбінше мен қанша адамдарды анализ жасап бақылап қарап отырам. Адамдар сразу телефонмен звондайды да. Өздері еще ренжиді. Мен презентацияға адам келмеді деп. Неге? Себебі олар звондаған кезде сразу по телефону не беріп отырады.
сразу телефонмен презентация жасап тастайды сразу. Телефон ол тек қана встреча, жаңа кездесу ұйымдастыру үшін керек құрал. Бұны да бір жерлеріңізге жақсылап жазып, астын сызып бояп қойыңыздар, иә? Телефон тек қана кездесу ұйымдастыру үшін құрал. Телефонмен біз қай уақытта информация береміз? Егер сіз сол звондап отырған адамыңыз, егер сетевик болса, онда сіз телефонмен айта аласыз ол адамға, иә? Осындай жаңа компания, давай кездесейік, сол компания туралы сөйлесейік, ол компанияның осындай маркетингінде артықшылықтары бар, немесе осындай артықшылықтары бар деп, ол адамды встречаға шақыру үшін аздап информация беруге болады. Ал егер ол адам ешқашан сетте істеп көрмеген болса, жай ғана ол бір сеттің тұтынушысы болуы мүмкін, иә, бірақ ол сетте істеп көрмеген болса, онда ол адамға телефонмен презентация вообще бермеу керек. Компанияның атында айтпау керек, иә, нулевой информация деп айтады ғой. Ол сол компанияның атында айтпай, әртүрлі қазір способ дейміз ғой. Способтың қазақшасы қалай еді? Сондай әртүрлі тәсілдермен, әдіс тәсілдермен шақыру керек, иә. Кел, бір жақсы әңгіме бар еді, екеуміз сені көрмегелі көп болды, шай ішейік жақсы, немесе үйге келіп кетсеңші, немесе мен сенің үйіңе барам. Негізі көбінше адамдарды холодный контакт болмаса, жаңағы теплый, горячий контактыларды офиске келмесе үйіне барып ал дейді. Үйіне барып тұрып информация беру керек, себебі сізге керек қой бизнес. Сізге керек, және оған керек, потому что ол телефонмен айтқан кезде ол бірден отказ беруі мүмкін, немесе дәл сол сәтте ол деген жаңа қол тимей тұруы мүмкін, иә. Мысалы, біз бас салып, адамдарға көбінше сразу айтып кететіні жаман, да? Көп отказ алған сайын адам өзінің шеберлігін шыңдайды, иә. Вообще, негізі телефонмен приглашение жасаған кезде, шақырған кезде телефонмен ең максимальный 2 минуттан аспау керек шақыру. Біз аламызда қалай, енді мен қанша бақылаймын, даже қанша уақыт көп деген сеттерде істеп жүрген адамдардың өзі шақырған кезде жаңағы көп осылай ұзақ шақырып кетеді да телефонмен. Негізі телефонмен көп шақырудың қажеті жоқ. Сосын телефонмен шақырудың негізі техникасы міне былай болады. Бірінші сіз амандасып аласыз, е? Егер ол таныс болса, және таныс екеніңізді атыңызды айтпайсыз, ол егер бейтаныс адам болса, міндетті түрде сіз өзіңіздің қай жерде танысқаныңызды есіне салу керексіз, е? Сосын міндетті түрде сіз одан сұрау керексіз. 1-2 минут уақытыңызды бөліңіз. 1-2 минут уақытыңыз бар ма? Себебі адам аяқ киім киіп жатыр ма, жоқ жаңағы ыдыс жуып жатыр ма, е? Сіз бұл нәрсені айтпасаңыз, адам сразу бүйтіп ойлайды. Мынау енді бастады, қазір мұжитын болды ғой деп ойлаған кезде, бірден ол адам жабылып қалады. Сіздер, пожалуйста, микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздар, қарап. Бірден ол адам жабылып қалады да, сосын сол сәттен бастап сіз 2 минут уақыт бөліңіз деген кезде адам дайындалады. Жарайды, максимум 2 минут уақытымды алады екен деп, содан кейін тыңдайды. Сіз оны айтпасаңыз, онда ол адам бірден жаңағы ойлайды. Мысалы, енді сетевиктер біледі ғой, біздің сетте істеп жүргенімізді біледі, біз адамдарға звондаған кезде айтады, ой, бұл 2 сағат мыжып, қазір өзінің презентациясын, продуктысын айтатын болды ғой дейді ма? Бітті, сол адам мүлдем сол уақытты, сол сәтте ойлаған кезде, ол адам болды, жабылды, блок. Ар жағында сіздің не айтып тұрғаныңызды вообще естімейді. Сол үшін де сіз сразу ол адамға ескертіңіз. 2 минут уақытыңыз бар ма? Сонан кейін сол айтып болғаннан кейін иә жақсы айтыңыз дейді. Сол үшін сіз міндетті түрде ар жағында уже комплимент айту керексіз. Комплимент адамды қайтып ашады. Менің білуімше, егер сізге ол бейтаныс адам болса, менің естуімше сізді өте пысық, жаңағы бизнеске икемі бар деп айтып еді. Сол үшін де мен сізбен кездескім келіп тұр. Сонан кейін ол адам күледі, ашылады, күледі, кішкене комплимент адамға жағады, барлық адамға. Сосын ол жоқ деп отказ айта алмайды. Комплименттің бір кереметтігі адамға жоқ деп айтқызбайды. Ол адам сонан кейін сізге мәжбүр келіседі. Келісіп алса болды ғой, самый главный. Келіскеннен кейін сіз қасыңызда кәнігі спонсорыңызбен барасыз, немесе офиске шақырып аласыз, сіз жалғыз болмайсыз. Ар жағы уже бәріңіз жаңағы бірігіп керемет күшті презентация өткізуге мүмкіндік туады. Ал егер сіз бұны жасамасаңыз, 2 минут бар, уақытыңыз бар ма деп айтпасаңыз, комплимент айтпасаңыз, ол адам жабылды ма, сіз қанша кереметтеп телефонмен информация берсеңіз де, ол адамды келтіре алмайсыз офиске. Енді бұл примерлер. Жаңағы дағдыны қалыптастыру үшін алдымен бірінші айнаның алдында жаттығу жүргізу керек. Өзіңіз айнаға қарап, өзіңізбен өзіңіз сөйлесіңіз айнаға қарап.
қалай жаңа өзіңізге жағады, қалай күліп тұрғаныңыз жағады, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай деп жаңа өзіңіз айнаға өзіңіздің көзіңізге өзіңіз қарап үйренесіз ғой. Сол тура қалай былай қарағаныңыз ұнай ма, былай қарап сөйлегеніңіз ұнай ма, соны жаттығып алғаннан кейін адамға звондаған кезде дәл соны қайталайсыз өзіңіз, ол потому что дағдыға айналады, міндетті түрде сіз соны қайталайсыз. Сол кезде сіздің шақыруыңыз өте керемет жүреді, және сіздің шақыруыңыздан 30 шақыру жасаған кезде, 30 звонок жасаған кезде жаңа 20-сы отказ бермейді, мүмкін 20-сы бәлкім 20-сы кездесуге келісетін шығар. Міне осы дағдыны қалыптастыру деген осы. Енді жалпы звонок жасаған кезде міндетті түрде сіздің жаңағы, сіз мына тетрадьқа қарап звондайсыз, қойыңыздар, біз кейбіреулер айтады, ой, енді не бар, тетрадьым жоқ, бірақ та менде жаңағы тізім толып тұр ғой, контактым тұр ғой, телефоннан звондаймын дейді. Ол мүлдем жүзеге аспайды. Мен сіздерге айтайын, менің контактымда 2000 адам бар. Мен всегда жаңағы мына тәптерімді үйге тастап кеткен кезде звонокқа отырамын ғой, звонокқа отырған кезде мен бастаймын А деген алфавиттен. Ол алфавит бойынша тұрады ғой. А деген алфавиттен бастаймын, бір 30-ын жасаймын. Сосын ол А дегеннің өзі 200. Сосын оны 1-2 күн ұмытып кетесің, 1-2 күннен қайтадан звонок жасаған кезде қай жерге келгеніңді білмейсің. Не сенде ол кезде жаңағы ежедневник дейміз, күнделік жоқ. Не күнделік жоқ, не дәптерің жоқ болса болды, істеген жұмысыңның өзі несі болмайды. Неменеді? Берекесі болмайды істеген жұмыстың. Сол үшін де сіздің қастарыңызда, енді мынандай, мына үлкен тетрадь болып кетті, енді сіздерге кішігірім тетрадь болса, именно жаңа телефон для книги деген сатылады ғой. Ой, книги для немене деуші? Тізімдер кітабы деген сатылады арнайы, кішірек, сондай алып алсаңыздар болады. Соған жазасыз, ол сіздің сумкаңызда жүру керек, сіздің инструментіңіз, маркердің қасында жүретін. Екінші сіздің инструментіңіз ол күнделік. Міне осы күнделікпен жаңа тізім дәптеріңіз болатын болса, сіздің жұмысыңыз тез арада тез нәтижесін береді. Бұл күнделікке сіз жаңағы мен айтқандай ұмытып қалмайсыз, контактіден звондаған, қай жерге келдіңіз, кіммен не сөйлестіңіз, кіммен кездесіп едіңіз, даже бір адам мүмкін айтқан шығар, бір аптадан кейін звонда деп, сізде күнделік жоқ, сіз ұмытып кеттіңіз оны, бір апта емес, бір айдан кейін барып есіңізге түсті, енді звондасаңыз уже болды, отказ болып қалды. Сол үшін міндетті түрде сіздің қасыңызда постоянно күнделік болу керек. Сол күнделікке звондаған кезде жазып отырасыз. Жазып отырдыңыз, міне мына жерде жазып тұр, Жарқынай сағат 15-те кездесеміз, хорошо, келісті. Мақсат жоқ деп отказ берді, Ғалымжан жоқ деді, Шолпан тағы тоже 3-те келем деп айтты, Дана 5-те келем деп айтты, Ардақ 3-те келем деп айтты. Назым белгісіз, телефонды алмай тұр, қайтадан звондау керек деген сияқты. Сонан кейін Шолпанға қайтадан звондап едім, ол 3 күннен кейін деп айтты. Мен енді 3 күннен кейін оны жазып қою керек мына жерге. Шолпанға қайтадан звондау керек деп, сол кезде сізде мынандай күнделік болған кезде сіздің жұмысыңыз тез нәтижесін береді. Себебі күнделіксіз жұмыс береке бермейді. Адамдар, мысалы, көп адам біраз уақыт өткеннен кейін сіздер если мына тура осылай жұмыс жасамасаңыздар, 1 ай, 2 ай просто жүріп сандал болып іске келіп, құр шай ішіп, әңгіме соғып кетіп, құр мотивация алып кетіп, бірақ жұмысыңыздың нәтижесі жоқ, ақша алмасаңыз, сіз 1-2 айдан кейін мүлдем негативке кетесіз. Немесе сетевойды қоям, жұмысқа кетем деп мүлдем негативке кетесіз. Неге? Потому что сіз ақша алған жоқсыз, сіз нәтиже көрген жоқсыз. Ал нәтиже көрудің барлығының басты негізгі себебі ол өзіңізге байланысты. Өзіңіз жаңағы тек қана сізге бағана басында айтып кеттім 6 дағды. 6 дағдының бірінші, екіншісі тізім құру және шақыру. Сол тізім құру мен шақыруға мынандай сіздерде 2 болу керек. Тізім құру дәптері және күнделік. Ол күнделікті жаңағы 1-2 аптадан кейін сіздердің уже келесі апталық бүткіл жұмыстарыңыз дайын тұрады. Себебі көп адамдар сразу бүгін кездесуге, ертең кездесуге келіспейді ғой. Біреу 1 айдан кейін звондашы дейді, біреуі жаңағы 1 аптадан кейін звондашы дейді, біреу 3 күннен кейін звондашы дейді. Сіз 30 звонок жасаған кезде, сіз жаңағы келесі күніңіздің, келесі аптаңыздың, келесі айыңыздың жұмысы шығып тұр. Күнделіктер тұр. Ол күнделік сіздің күнделікті қолтығыңызға қысып жүретін нәрсе болу керек. Любой сол күнделікке тек қана звонокты ғана емес, кез келген жұмысыңызды жазасыз. Бүгін жаңағы брошюрка барып алуым керек, бүгін офисқа баруым керек, бүгін магазинге бару керек деген сияқты нәрсені бәрін қосып жасаңыз болады күнделікті. Өміріңізбен байланыстырып, соның арасында қарап отырсаңыз, сіз күнделікті уже білесіз, ертесінде 1 аптадан кейін ашқан кезде, мен жаңағы Ғалымжанға қайтадан звондауым керек екен ғой. Бұл күнделік болмаса, сіз оны ұмытып кеттіңіз, ол адамды уже болды, все, жоғалттыңыз деген сөз. Енді мынау
зацеплять етеді дейді ғой, жаңағы әртүрлі адамдарды қызықтыратын, жаңағы не үшін деп сұрайды. Сіз мысалы телефонмен информация берген кезде ол адамға айтпай тұрсыз ғой нақтылықты, не үшін давай кездесейік, бір жақсы әңгіме бар деп айттыңыз ба, немесе срочно кездесейік дедіңіз ба, не үшін деген кезде жаңағы сіз енді ол адам танысыңыз болып, жаңағы горячий контакт немесе теплый контакттағы таныстарыңыз болатын болса, ол адамның сіз үйі бар, үйі жоқ екенін білсеңіз, машинасы бар, машинасы жоқ екенін білсеңіз, тез арада үй сатып алуға мүмкіндік туып тұр, тез арада машина сатып алуға мүмкіндік туып тұр, сол туралы сөйлесуіміз керек деген сияқты. Жаңағы немесе бізде фуршет, біз енді әрдайым жаңағы Ләззат апай ұйымдастырып бастады, соны үйренгеніміз өте жақсы. Офиста фуршет ұйымдастыратынбыз. Жаңағы 2 тал мандарин, 2 тал алма, 2 тал киви, 2 тал банан деген сияқты, соны деген жақсылап тұрып жұқалап, турап, күштілеп тұрып 2 тәрлікеге салсаңыз, ол тураған кезде деген мынандай дәу-дәу 2 тәрлікке шығады. Сосын жаңағы сок 1 литр соғыңызда келесе, ол қанша үлкен ақша тұрмайды ғой. Сөйтіп шақыруға болады. Бізде фуршет, ол фуршетке тек қана маған 1 адам ғана шақыруға мүмкіндік туып тұр. Сол үшін мен сені таңдадым. Ол адам не істейді? Ой, жаңағы енді ответственность қой уже, мен сол шақыруға болушы еді 10 адам, 100 адам, бірақ мен сені ғана шақырып тұрмын. Сондықтан да ол ответственность сезінеді, жауапкершілік, сол үшін де ол адам бизнеске келуі мүмкін, сөйтіп те шақыруға болады әртүрлі, жаңағы әртүрлі предложениелермен осылай қызықтырса болады. Енді бұл негізі ең маңызды тақырып болса да, ең қысқа тема, мен уже міне айтып болдым, темамның тақырыбымның соңына келіп қалдық уже, Осы енді естеріңізге сақтаңыздаршы, осы шақыруды біз жаңағы шақырудың шеберлігін шыңдамай, осы дағдыны қалыптастырмай, біз өзіміз мақсатымыздағы жазған үлкен ақшаға жете алмаймыз. Әріптестер, құрметті әріптестер, соны осы дағдыны 100% бәріміз қазір қалыптастыратын болсақ, яғни 100% барлық адам түгелімен үлкен табысқа жетеді демекшімін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Менің тақырыбым осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады. Микрофонды қосып, сұрақ қойып біткеннен кейін артынан міндетті түрде микрофонды өшіруге тырысыңыздар, Мен записьті аяқтаған жоқпын. Сіздер микрофоныңыз қосып қалатын болса, ғыжылдап записке мешать жасайды. Не түсіндіңіздер? Рыскүл ханым, мен Зауреш апамын ғой. Мен көшеге шығамын да, холодный контактыға шығамын мен да. Мен ұялмаймын ештеңеден. Себебі мен нан сұрап жүрген жоқпын, ақша сұрап жүрген жоқпын. Көшеде біреу ақсап келе жатса, сонымен таныса кетемін де, ой, сіздің аяғыңыз ақсап келе жатыр ғой, аяғыңыз ауыратын ба еді, саламатсыз ба? Менің атым Зауреш, мен де сіз сияқты елім ауырды, аяғым ауырды деп мен ол кісіге сөйлесіп, өзімнің немді историямды айтамын, бірінші осындай ауырдым, страдать еттім деп, бірақ сондай күшті бір компания бар екен, сол компанияның дәрісін алып жақсы болып кеттім, міне аяғымда каблукка шауып жүрмін дейді. Ой, ол қандай компания дейді. Ой, сен оны білмейсің әлі, новый компания, әлі ашылған жоқ. Енді атын не істейсің оның атын айтқанмен бәрі сен білмейсің, потому что әлі ашылған жоқ новый компания. Мен сізге дәрісін айтайын, мынандай продукция бар, осындай осы 1-2 күнде жаққанда нәтиже береді деп мен юнивалым жайлы айтамын, юнивалым кальций жайлы айтамын, продукция жайлы айтып танысып аламын. Сөйтем де телефон нөмірімді алып аламын, оның телефон нөмірлерін алып аламын, сөйтем де мен оны шақырамын. Ол айтады, ой, қанша тұрады, ой, қымбат емес, миллион емес, миллиард емес деймін да, сіздің денсаулығыңыз одан да қанша тұратынын айтыңызшы деп күлем. Сіздің денсаулығыңыз қанша тұрады деймін да, айтшы өзің деймін. Мен қымбат емес, қолжетімді деймін, қорықпаңыз деймін да. Сосын енді офиске шақырса, ой, офиске қайдан барайын, анау мынау кейін, анау мынау дейді да. Сосын мен оның нөмірін алып аламын, сосын үйге келген балым жайлы отзывтарды жіберемін. Только отзыв жіберемін. Сөйтіп танысып аламын. Содан кейін 3-4 күннен кейін звондаймын. Қалай жағдай, анау мынау деп та. Ой, көріп жатырмын, ұнады, анау мынау, біреулері келеміз деп жатыр, біреулері ой, кейін келеміз деп. Үшін солай. Холодный контактты танысамын, бірақ оларға мен никогда фирма жайлы, бағасы жайлы көп айтпаймын. Сәтті жұмыс. Нан алдың ба, тамақ алдың ба? Рыскүл ханым, дұрыс па, менікі дұрыс емес па? Мен продукция жайлы айтамын. Рыскүл ханым, даусыңыз өшіп қалды сіздің. Рыскүл ханым, Рыскүл ханым, даусы өшіп қалды. Қазір микрофонын қосыңыз, микрофонды.